Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өзіңіздің өмірге келудегі мақсатыңызды анықтауға көмектесетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Достар, видео басталмас бұрын сіздерге кішігірім хабарландыру. Егер де сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды дамытқыларыңыз келсе, онда менің дикция жаттығулары кітабымды сатып алсаңыздар болады. Ол үшін дайректке немесе WhatsAppқа өту арқылы сіздер осы кітапшаны сатып аласыздар. Және де ол кітапшада жалпы дикцияны дамытуға арналған көптеген жаттығулар бар. Сол жаттығуларды сіздер жасап көрсеңіздер, міндетті түрде дикцияларыңыз жақсаратын болады. Олай болса, видеоны бастайық, достар. Ең алдымен мақсат туралы айтып кетсек, бұл бізде мақсат дегеніміз өмірге келген кезде адамның өзінің бір мақсаты болады. Яғни біз мысалға хадистерде айтылады ғой, әр жапырақ ол жайдан жай жерге түспейді. Сол секілді әр адам өмірге ол жайдан жай келе салмайды, яғни олардың өмірге келудегі белгілі бір мақсаты бар. Және сол мақсатты біз анықтау үшін өмір бойы күресетін боламыз, және сол мақсатты орындаған кезде біз өмірден өтуіміз мүмкін. Және де біз мысалға көптеген адамдар негізі қазір мақсатсыз да өмір сүреді. Жай ғана тамақтану үшін, ақша табу үшін, қалай айтсақ болады, сондай материалдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ғана жұмыс жасайды. Ал негізінен өздерінің мақсаттарын олар анықтауға тырыспайды. Ал егер де сіздер өздеріңіздің мақсаттарыңызды анықтайтын болсаңыздар, онда сіздер өте керемет бақытқа кенеле аласыздар. Мысалға, қазір көбіміз депрессияға түсіп кетеміз, стрессқа түсеміз. Оның барлығы да бізге, яғни Алла тағала көптеген инструменттерді, яғни қабілеттерді беріп қойды бір нәрсені жасауға деген, бірақ біз сол қабілеттерді пайдаланбайтын болсақ, немесе дұрыс пайдаланбайтын болсақ, онда біз депрессияға түсіп кетуіміз мүмкін. Сол үшін де бізге берілген барлық қабілеттерді біз пайдалануымыз қажет. Мысалға, менде осылай видео түсіруге деген, сіздерге осы нәрселердің бәрін айтуға деген қабілет берді. Яғни мен осы нәрселерді жасаған кезде мен өз мақсатыма жете аламын. Ал егер де мен бұл нәрселерді жасамайтын болсам, депрессияға түсіп, өмірдегі мақсатымды жоғалтып, өмірімнің былайша айтқанда мәні қалмайды. Және де достар, осы ретте сіздерге айта кетейік, негізінен мақсат ол ешқашанда өзгермейді. Мысалға, сіз адамдарға көмектесемін деп мақсат етсеңіз, оны сіз әртүрлі жолмен жасасаңыз болады. Яғни сіздің жоспарыңыз өзгеруі мүмкін. Мысалы, біреулер тегін білім беремін, немесе тегін ақша таратамын басқаларға, яғни кедей мұқтаж жандарға тегін ақша таратамын деген секілді, осылай өзінің жоспарын өзгертіп отыруы мүмкін, бірақ оның негізгі түп мақсаты өмірге келудегі ол адамдарға көмектесу болуы мүмкін. Сол арқылы ол мысалға өмірлік осы мақсатты орындау арқылы өте керемет толыққанды бақытқа жете алады. Достар, тағы да айта кетейін, жалпы сіз өзіңіздің өмірлік мақсатыңызды арқылы, өзіңіздің өмірлік мақсатыңызды анықтау арқылы қандай жетістіктерге жетесіз. Өзіңізге біріншіден сенімді боласыз. Мысалға, алдындары видеоларда айтып жатырмын, өзіңе сенімділік туралы, қорқынышты жеңу туралы. Оның барлығы да, егер сіз өзіңіздің нақты мақсатыңызды білетін болсаңыз, онда сіздің өзіңіздің бойыңызда сенімділік орнайды. Және де сіз осы арқылы өзіңізді сендіре аласыз, мақсатыңызға жете аласыз. Одан кейінгі кезекте бізде осы мақсатқа деген жауапкершілік, табандылық, төзімділік, шыдамдылық деген секілді осындай бір қасиеттерді сіз өз бойыңызға сіңіруіңіз керек. Сонда ғана сіз мақсатқа жете аласыз. Достар, біз өзіміздің өмірлік мақсатымызды қалай анықтаймыз? Біз өзіміздің өмірлік мақсатымызды анықтау үшін ең алдымен өздеріңіздің қабілеттеріңізді жазып шығасыздар. Яғни сіздің бойыңызда қандай қабілеттер бар? Біріншіден, өз қабілеттеріңізді анықтайсыз. Одан кейін сол қабілеттердің ішінде сізде ең қайсы, яғни ең жақсы қабілетіңіз қандай? Мысалға, сіз тігін тіге аласыз, тәтті пісіре аласыз, тағы да мысалы сурет сала аласыз, бірақ соның ішінде ең сізде қатты дамығаны
ол мысалға тәтті пісіру делік. Яғни сіз сол тәттіні пісіру арқылы адамдарға керемет бір қуанышында ортақтаса аласыз. Оларға дәмді торт, тәтті тоқаштар, түрлі заттар пісіріп бере аласыз, иә? Осы қасиетіңізді ары қарай дамытуыңыз керек. Сізге қандай жақсы қабілет берілді, сол нәрсені сіз ары қарай дамытып алып кетуіңіз қажет болады. Сіз мақсатқа жету үшін ең алдымен өзіңіздің жоспарыңызды жазуыңыз қажет болады. Бір айға, бір жылға, немесе 2 жылға арналған жоспарыңызды жазасыз. Сол жоспарды орындауыңыз керек. Алғашында сіздер енді 1 жылға емес, 1 айға арналған жоспарыңызды жазып алыңыз. Сол арқылы өзіңізді дамытасыз. Күнделікті уақыттарын жазып отырсаңыз да болады. Мысалға, осы апта сіз тек қана тәтті пісірумен айналысасыз, ал келесі апта сол тәттілерді әлеуметтік желіге салумен және безендірумен, әлеуметтік желіңізді, яғни өзіңізді дамытумен айналысатын боласыз. Немесе жарнама бересіз келесі апта, сондай деген секілді өзіңіздің жоспарыңыз болуы қажет. Және де достар, сіздер ең алдымен бұл жоспарды құрғаннан кейін өздеріңіз визуализация жасап көріңіздер. Яғни мен 5 жылдан кейін қандай боламын? Мен 5 жылдан кейін мықты кондитер боламын, Қазақстанға танымал боламын, тағы да басқа деген секілді осылай өзіңіздің қағазға жоспарыңызды міндетті түрде жазыңыз. Өйткені қағазға жазылған жоспар ол міндетті түрде орындалады. Және оның орындалу үшін бір ғана шарт бар. Ол нәрсеге сіз өзіңіз сенуіңіз қажет. Мысалға, сіз қағазға әйтеуір жазып жатсыз, мен кондитер боламын, тағы басқа нәрсе, бірақ сіз өзіңіздің жүрек түкпіріңізде ол нәрсеге сенбейтін болсаңыз, яғни өзіңіздің мықты кондитер болған яғни өзіңіздің мықты кондитер болуыңызға күмәніңіз болса, ол күдікті алып тастауыңыз керек. Ондай сізде мүлдем күмән болмау керек. Сонда ғана сіз жетістікке жете аласыз. Достар, егер де сіздер шынымен де не қалайтындарыңызды білсеңіздер, онда сіздерге ешкімде кедергі бола алмайды. Осы ретте мен сіздерге кітаптан алынған бір дүниемен бөлісе кетейін. Жалпы осыдан бірнеше жыл бұрын бір кітапты оқыған болатын. Ол кітапта баяндалады, яғни бір кедей бала болады. Ол кедей баланың құлағы естімейді, оны ата-анасы асырай алмағандықтан өзі ақша табуға кіріседі. Яғни ол ақша тапқанда қалай жасайды? Мысалға, ол газеттерді алып, сол газеттерді сататын болады. Яғни оның құлағы естімегеннен кейін адамдардың көбісі аяп, оның осы газетін сатып алады да, және де одан ешқандай сдача алмайды, яғни артық ақшасын мысалға алмайды да, қанша ақша береді, соны балаға қалдыра салатын болады. Сол сияқты мысалға сіздің де ол кемшіліктеріңіз болса, сондай оны сіздер артықшылыққа айналдыруыңыз мүмкін. Сіздерде де мысалға ол кондитер болам десеңіз, мысалға сізде кондитерге қажетті заттар толықтай болмауы мүмкін алғашында, бірақтан да сіз алғашында жай ғана пирог пісіру арқылы солай көтеріліп, одан кейін көп қаражат тапқан сайын өзіңізге қажетті барлық заттарды алсаңыздар болады, достар. Достар, осымен біздің бүгінгі видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.